Түрік қағанаты 552-603 жылдар. Түрік қағанатының құрылуы. Қытай деректері бойынша түркілер алғашқы кезде Қытай шекарасының батысында Алтай тауларының етегінде өмір сүрді. Кейін түрік тайпаларының көсемі Бумынның басшылығымен иеліктерін Хуанхэ жағалауларына дейін кеңейтті. Қытай деректерінде түркілерге қатысты алғашқы мәліметтер 542 жылдан бастап кездеседі. Бұл кезде түркілер жужандардың қол астында болған, яғни жужандарға бағынышты болған. Түркілер жужан қағанына салықты темір түрінде төлеген. Түрік сөзі берік күшті деген мағынаны білдіріп, билік етуші Ашина әулетіне байланысты айтылды. Кейін олардың қарамағындағы барлық тайпалардың ортақ атауына айналды. Бұл тайпалардың біраз бөлігі теле деп те аталды. Жужандардың тепкісін көрген түркілер оларға қарсы бас көтере бастайды. Бумын қалың қолмен жужандарға шабуыл жасайды. 552 жылы жужандар әскері талқандалады. Түріктер өздерінің тәуелсіздігін алады. Бумын түркі елінің қағаны болып жарияланды. Орталық Азиядағы жаңа мемлекет түрік қағанаты осылай пайда болды. Түрік қағанатының негізін қалаушы Бумын қайтыс болғаннан кейін билікке келген Мұқан қаған жужандарды талқандауды аяқтайды. Жалпы түрік қағанатының ең алғашқы құрылған территориясы осы Алтай тауларында еді. Мұқан қаған түрік қағанатының территориясын ұлғайта бастайды, яғни ол Алтай тауларынан шығысқа қарайғы жақтарға жорықтар жасап, орталық Азияны және оңтүстік Сібірді бағындырады. Осы жерлерде, орталық Азияда және оңтүстік Сібірде түріктердің үстемдігін бекітті. Ол туралы Қытай жылнамаларында Мұқан қаған шекара ұлы қорған сыртындағы барлық иеліктердің зәресін ұшырды деп жазды. Сонымен Мұқан қаған шығысқа қарай жорықтар жасап, ұлы даланың шығыстағы қожасына айналса, ал одан кейінгі Иштемей немесе Істемей қаған Алтай тауларынан батысқа қарай жорықтар жасаған екен. Сөйтіп, қазіргі Қазақстанның территориясын және орталық Азия территориясын бағындырады. Түрік қағанатының жерін Еділге дейін, солтүстік Кавказға дейін жеткізген екен. Осылай түрік қағанаты күшейіп, 6 ғасырдың 60 жылдарында ерте орта ғасырлардағы күшті мемлекеттер Қытаймен, Парсы мемлекетімен және Византиямен терезесі тең қарым-қатынас орнатады. Түрік қағанаты нығайған кез ол 6 ғасырдың 70 жылдарында. Түрік қағанатының территориясы шығысында Манчжуриядан басталып, батыста Босфорға дейін жетеді. Ал солтүстігінде Сібірден, оңтүстігінде Парсы империясына дейін жеткен екен. Жалпы Иштемей қаған тұсында түркілер әскери жағынан қуатты империяға айналды. 6 ғасырдың 80 жылдарының соңында түріктер парсылармен одақтасады. Яғни эфталиттерге қарсы, эфталиттер дегеніміз қазіргі шамамен Ауғанстан территориясындағы, орталық Азия территориясында үстемдік еткен қуатты мемлекет болған. Соларға қарсы тұру үшін, соғысу үшін түріктер парсылармен бірге одақтасқан екен. Сөйтіп эфталиттерді жеңген, талқандаған, бірақ эфталиттер жеңілгеннен кейін парсылар мен түрік қағанатының арасында осы эфталиттердің жері үшін талас болған. Қақтығыстар болған. Бірақ кейін бұл шешіліп, парсылар түрік қағанатына түріктер өз әскерлерін алып кеткені үшін үлкен көлемде алым төлеуге міндетті болған.
Жалпы түркілердің осы орталық Азияның территориясын жаулап алуы, ол сол кездегі Қытайдан жерорта теңізіне дейінгі баратын ұлы жібек жолының үлкен бөлігіне үстемдік етуге алып келген екен. Яғни ұлы жібек жолы түркілерге өте көп пайда алып келген. Жібек саудасы түркі қағандарына орасан зор кіріс әкелді. Жібек матасын сатып алушы ел негізінен Византия болған. Сондықтан 568 жылы түрік елшісі Маниях Византияға қағанаттың елшілігін басқарып барды. Император сарайы түркі елшілігін аса жоғары құрметпен қабылдады. Түркілер мен Византия арасында парсыларға қарсы әскери сауда келісімі жасалды. Кері қайтқанда Маниахпен бірге Византия елшісі Зимарх қаған ордасына келді. Осы дипломатиялық келісімнен кейін ұлы жібек жолы қайтадан жандана бастайды. Мемлекеттің ыдырауы. 6 ғасырдың 60-90 жылдары түрік қағанаты іштей қуатты және көршілер үшін қаһарлы ел еді. Түркілер Қытайды өздерінің кіріс көзі деп білді, ал Қытайлар мұнымен келіскісі келмеді. Түркілерге қарсы күрес олардың басты міндетіне айналды. 6 ғасырдың соңы, 7 ғасырдың басында Қытайдың күшеюі билік басындағы түркі әулетінің өз ішінде қырқыстың басталуымен және даладағы сұрапыл жұртпен тұспа-тұс келді. Мұның бәрі қағанатты дағдарысқа ұрындырды. Түркілердің қарсылығын әскери күшпен жеңе алмаған Қытай 603 жылы дипломатиялық жолмен қағанаттың ыдырауына қол жеткізді. Сонымен 603 жылы біртұтас түрік қағанаты батыс түрік және шығыс түрік қағанаттарына бөлінді. Қағанат ыдырағанымен қуатты мемлекет болып қала берді. Түрік қағанатының әкімшілік және әлеуметтік құрылымы. Түрік қағанаты Манчжуриядан Босфорға және Сібірден Парсыға дейінгі жерді алып жатты. Осындай орасан зор аумақты бағындырып қана қоймай, оған иелік ету қажет еді. Түрік қағанатының басшысының титулы қаған деп аталды. Қаған мемлекетті басқарды, жоғарғы сот міндетін атқарды, әскерге басшылық етті. Мемлекетті басқаруда тайпаның ақсүйек қауымына сүйенді. Әскери және азаматтық билікті басқаратын жүйе Ябу, Шат және тағы да басқалар құрылды. Ұлы қаған ордасы түркілердің байырғы қонысы Алтайда орналасты. Түрік мемлекетінде қарапайым халық Будон деп аталды. Бектер, ақсүйектер билік тобын құрады. Қаған Ашина руынан шыққан түркі еліндегі ақсүйек қауымының ең таңдаулы өкілі саналды. Зерттеушілер Ашина терминін әрқилы саралайды. Біреулері бұл сөзді текті қасқыр, ал басқалары аспаннан жаратылған деп түсіндіреді. Түркі қоғамының бірлігі бері еді. Соғыста ерлік көрсеткендерге қатардағы жауынгер немесе ақсүйек тобынан болсын, ер жауынгер атағы берілді. Түрік қағанатында дала тайпалары мен қала тұрғындары, Будда, христиан дінін ұстанғандар және тәңірге табынушылар бейбіт өмір сүрді.